Алдымен қиярларымыздың басы мен осындай төменгі жағын барлығын алып шығамыз. Қиярды таңдаған кезде жіңішке қиярларды таңдаса жақсырақ болады. Уақыты өтіп кеткен томпақ қиярларды алмаған жөн негізінде. Осындай жіңішкелерінен әдемі болады. Қиярларымызды жақсылап жуамыз. 5-6 рет жуамыз. Және жақсылап жуып болғаннан кейін 1 сағатта салқын суға салып қоямыз. Сонда газының бәрі сыртқа шығып кететін болады. Мен үлкен қиярларды осылай 2 бөлікке бөліп шықтым. Жіңішке қиярларды осылай бүтін күйінде саламын. Осылай ағынды судың астында да қайта-қайта жуып аламыз. Огурцеміз 2 сағат суда тұрды. Банкалардың барлығын 5-6 реттен жуып, стерилизация жасадым. Қақпақтарында қайнатып алдым. Енді ішіне салып бастаймыз біз. Оның үстіне мынандай тураған укробымызды саламыз. Бір-бір таяқшадан майыстырып. Укробымызды салдық. Енді болгар борщын салып шығамыз. Бес-алты штуктан саламыз. Енді мынандай ащы қалампырымыздан 1-1 штуктан саламыз. Чесногымыздан саламыз. 4 штук. Үстінен қиярларымызды қатты үстінен басып, нығыздап шалып шығамыз. Барлық қиярымызды салып шықтық. Енді үстінен қайнаған суымызды құямыз. Суды осындай эмаль ыдыста қайнату керек. Алюминий ыдыста болмайды. Банкамызға воронкамызды кигізіп, суымызды құйып шығамыз. Бетімен толтырамыз. Үстінен қақпағымызды жауып қойып, 20-25 минутқа осылай қалдырамыз. Қақпақтарымызды да қайнатып аламыз 20 минуттай. Арадан 25 минут өтті. Енді біріншісінен бастап суын төге береміз. Екінші рет суымызды құйып шығамыз.
екінші рет суымыздың бәрін төктік. Енді үстінен 2 ас қасық тұз саламыз. 3-4 лавр жапырағын саламыз. Және қара бұрышты салып шығамыз. Үшінші рет суымызды құямыз енді. Бір шай қасық уксус құямыз. Енді банкаларымызды бұрап шығамыз. Банканы бұрап болғаннан кейін жан-жағын айналдырып көреміз. Ішінен ауа шығып атқан жоқ па, жақсылап бұралды ма. Сосын банкалар төңкеріп, бетін жылы жауып орап бір күнге қалдырамыз.